Үйімізге филиппинка няня алдық деп инстаға салғаным кеше ғана еді. Қуанышым ұзаққа созылған жоқ. Негізінде бізге өте қатты ұнады. Мен қызым тілі ағылшынша шыққан болғандықтан нянямызды көре салып бірден әңгіме етіп кетті. Няня келіп үйдің быт-шытын шығарып жинап, туалеттегі ёршикке дейін жуған ғой. Сенесіздер ма, мен өзім оны бір рет болсын жумағанмын. Сонымен няня бізге сіздермен бірге тұрмай-ақ өзім үйден қатынап жұмыс істей берсем бола ма деген болатын. Біз жарайды деп шығарып салдық. Таңертең негізі сағат 8-де келу керек болатын, бірақ таңертең маған осындай SMS жіберді. Няняда неге келмеген себебін сұрасақ, тек қана үй жинап тамақ істеп жүре берсем бола ма? Бала қараудан қорқамын деп жауап берген екен. Негізінде анкетасында бала қарау да кіреді деп жазылған болатын. Сонымен бізге агент бүгін басқа няня жіберді. Бұл няня тамақ жасай алмаймын, қалған шаруаның барлығын жасаймын дейді. Оған да жарайды дедік, өйткені маған тамақ жасау аса проблема туғызбайды. Бастысы мен үйімді таза ұстап, балаларымды қарап берсе, мен үйде де отырып өзімде шаруаларымды, кәсіби магазинімді жүргізуім керек. Бұл няняны әлі біз өзімізге қалдыратынымызды, қалдырмайтынымызды әлі шешкен жоқпыз. Бір апта көретін боламыз. Стористарды жіберіп алмаңыздар.